Құрметті өскемендіктер, сіздер апару қосымшасымен такси шақырасыздар ма? Мен неше жыл болды, әсіресе қыста шақырам, бір аяқ мертіккен кезде шақырдым. Бұлардың жұмысы қалай екен білмеймін. Мысалы, кеше шақырдым, бірдеңке пайызға көбейді дейді, жарайды көбейе берсін. Кезекте тұрсыз дейді, сол бой тұрды, жарты сағат, онан өшіріп тастайды. Қайта звондасам екеуі де алмайды. Апару қосымшасына қосыңыз дейді. Оған қостым. Соған қосып ертіп отырмын ақшасын деп. Мына жерде ремарк деген машина жөндейтін жерден металлург 5 саяжайына дейін 5 шақырым. Соған шақырттым. 8 кісі қарап тұр деді. Ана сол жердегі жігіттердің телефонынан. Қарап отыр деді. Ешқайсысын үндемей 2 сағат тостым да жаяу кеттім. Сол 8 жігітке айтарым, біреуің көріп отырған шығарсыңдар. Бұнда таксистердің бәрі бірен сараны ғана сонымен жан сақтайды. Көбі әскерилер, демалыста күзетшілер, жазғы демалыста мұғалімдер, заводтың жұмысшылары 3 күн демалады, 3,5 күн түннен шыққанда. Енді сіздер ақша табуды мына Шымкентті көбі жамандайды. Шымкенттің жігіттеріне үйреніңдер. Астанаға бардым, машиненің ішінде қонамыз дейді. Соны жуынады, бір танысына жатақханама бір жерге өзенге түсеме білмеймін әйтеу. Сөйтіп кісі тасиды, ақша тасиды. Алматыда қол көтерсең кезекте тұрады 5-6 машина, кез қайда апарайық деп. Сендерге не жеткен? Қазақтың балаларысыңдар ғой. Сұраған ақшаларыңды бермейміз бе? 5 шақырымға 500 теңгеден болсын, жарайды, 2,5-5 мыңды. Айтпайсыңдар, 5 мың бер, 6 мың бер деп. Мен 77 жастамын, жаяу келдім сол 5 шақырымда. Автобекеттің қасына барсаңдар, жалаң қағып тұрасыңдар. Кілттерін киіп такси, танысаңдар, танымайсыңдар, танымағандар. Әкең келсе де қарамайсыңдар. Осы аяқ қоратылып. Мына жер істегендерің бар. Мына диспетчерлердің қатындар ма, қыздар ма? Ашып мүлде жауап бермейді. Қыста да солай болды. Келе жатасыңдар да келмей қоясыңдар. Не жеткен? Алғаш пенсияға шыққан кезде раз болған кезде. Маған да жігіттер айтты, аға кішкене таксовет етіп, бензинге ақша тапсаңшы деп. Ол кезде осындай телефон сендердің мына апаруларың жоқ. Пушкин кітапханасының қасында тұрамыз. Қысты күні бала көтеріп келеді, ана бер жағында ана 500 метр ме, 700 метр ме базардың қасында қазақ детсат бар. Соған аға апарып тастаңызшы деп. 200 теңгеге. Апарып тастаймын, қайта келем. 2-3 соған. Бәрі күледі маған мазақ. Сол елдің баласын тасып жүр деп. Мәселе ондай емес, 200 теңге жарайды. Бала ғой, бал жастарға. Жас балалар ғой, солардың анасының алғысы ма, сол балалардың, сәбилердің несі ме. Мен 77-ге келдім, бірақ бір ешқандай бұлай ауру жоқ. Құдайға тәубе. Аллағымыз Құдайға, Тәңіріме тәубе. Бұл сондай серьезный ауру болған жоқ. Міне сондай не тұрған мақтанып тұрғаны жоқ. Сонда бұлардың қай қылықтарын айтыңдаршы. Ақша тапқыларың келеді, жұмыс істегілерің келеді. Қазақ жалқау деп айтатын. Не жетті? Енді мына нелерің вообще ана оңбаған ана диспетчерлерің. Қайда екенін білмеймін. Немене жалып жасайсыз ба дейді, алдында қыста да солай. Балдақпен жүрім. Тағы сөйтті. Келе жатырым дейді, келмей қояды. Бұларда қалай осында? Мына Өскеменнің бизнесмен жігіттері бар. Басқа бір альтернативта бірдеңке ашсаңдаршы, осындай такси сияқты бірдеңке, басқа бірдеңке. Үйреңдер, Алматы, Шымкент, Астананың таксистерін. Астанада шақырсаң, түскенше подъезд есік алдында тұрады. Қалай башы? Жұмыс істегілерің келмей ме? Соғырлы не жетті? Ақша аспаннан жауап дейсіңдер ме? Міне жерде өзін-өзі тиеп апаратын машиналар тұрады. Қазақтар қазір тағы да бұрын етуші. Өзіміздің қазақ десе осы дейді. Бірдеңке апарайықшы десің, ой, машинеміз сызылып қалады.
машинамыз сөйтіп қалады, орнынан қозғалғысы келмейді, қарт ойнап тұрады ана Ахмирдің поворотында бар жерде. Асфальтта ғана жүргісі келеді. Ол неме Қытайдың жаман грузовой машина емес, нететін ол Мерседес пе? Вот кішкене түзеліңдер жігіттер. Бұларың дұрыс емес. Ал енді диспетчерлермен жеке барып сөйлесем. Қиын болды баш арасында да. Бірдеңке болса ешқайда шыға алмайтын болдық. Бұл не деген адамсыңдар? Орыс дейміз. Орыстар қайта жақсы ана. Түсінеді. Кішкене басылды ма айтсаң. Аппарат ештеңке мәдениет. Сендер сияқты емес, алақ жұлақ етіп, найзамдап беріп тұрған. Сол кеше қарап отыр ана қасында столда істейтін жігіт. 8 кісі қарап отыр деді. Қарап отыр, немен қылып отырсыңдар? Айға бата қылып отырсыңдар ма 8-ің? Аспаннан ақша жауады деп отырсыңдар ма? Ұяттарың қайда? Тіпті 1000 теңге деп 5000 десең, берерім, 6000 десе берерім. Бірақ 40 градус аязда, аяздайым ыстықта жаяу келдім мына жерден. Өліп қалғам жоқ бәрібір. Сендер де картиесіңдер ертең. Сендердің бастарыңа келеді. Ұқтыңдар ма? Жап-жас болып төрт қол аяғың балғадай болса жүре бермейсіңдер. Сондықтан ойланыңдар. Ойланыңдар балалар, ойланыңдар. Тағы айтам, ойланыңдар. Ақша тапқыларың келсе жұмыс істеңдер. Жүргені қазақтар, осында да ақша төлейді. Өзбектер 1,5 миллион табады ар жағын құрылыста Өскеменде. Соған барып жұмыс істеңдер, ақша тағың емес. Кейбір қазақтар біздің қазақ десең қаңғып анау Россияда, Ресейде тағы бір жерде өліп жатыр. 1 миллионға бола. Сендер машина ішінде тұрып ақша тапқыларың келеді. Вот солай.